Барлықтарына сәлем балапандар, бұл тағы Малика апай және де мен сіздерге өте күшті жаңа видеомен келіп тұрмын. Ол 9 сыныптың сабағының бір бөлігінен алынған, и оның аты нефронның құрылысы. Егер сендер мені бірінші көріп тұрған болсаңдар, то Малика апайдың YouTube каналына қош келдіңдер. Мен апта сайын бір тікелей эфирде нұсқат талдаймын және де бір пайдалы теориялық видео шығарып тұрамын. Және де сендер осы каналда 40-тан аса тегін пайдалы сабақтарды таба аласыңдар. Өзім жайында айтатын болсам, мен биология ұбт-ны таңдайтын оқушыларды ұбт-ға дайындайтын репетитормын. Биологияны оқып келе жатқаныма уже 10 жылдан астам уақыт өтіп кетті. Осы уақытқа дейін 4000-нан аса оқушыны оқыттым және де олардың 86% грант иегері. Менің ұстанымым, түсінбейтін оқушы жоқ, түсіндіре алмайтын мұғалім бар. Ендеше кеттік. Мен енді осы жолғы өзімнің түсіретін сабағымды мына бір 9 сыныптың кітабының бір бөлігінен таңдап алдым. Өйткені біздің оқушылар мысал ретінде 10 сынып болуы мүмкін, 11 сынып болуы мүмкін, кішкентай сыныптар болуы мүмкін. Әр сыныптан алынатын видео бүкіліне пайдалы болады деген үміттемін. Ендеше кеттік. Нефрон дегеніміз не? Нефрон дегеніміз микроскопиялық құрылымға ие бүйректің функционалдық бірлігі дейді. Қараңдар, бүйректің функционалдық бірлігі. Это означает, бүйректің қызметі қандай? Бүйректің қызметі бізде қанды сүзіп, зәрді түзу. Қараңдар, қанды сүзеді. Ішіндегі артық зиянды келгеміз бүкіл мусор заттарды сұйық, алады, пайдалы заттарды қайттан қанға жібереді, зиянды заттарды болса фуктидті қуыққа қарай жібереді. Сөйтіп бізде кіші дәрет қалыптасады. Ал бірақ та бүйрек бұның барлығын атқармайды ғой. Бүйрекке осының бәрін сүзуге көмектесетін оның бірлігі нефрон. Нефронның құрылысын енді осы сабақта сендермен қарастырамыз. Оказывается, нефронның қабырғасы, мына бір суретте сендер көріп тұрған, міне мынау бізде нефрон, нефрон. Оның осындай қабырғалары бізде ерекше бір қабатты эпителий ұлпасынан тұрады екен. Ал эпителий ұлпасының қызметтерінің бірі ол заттарды сіңіру. И нефронның қабырғасы осындай жұқа және сіңіретін ұлпадан тұрғандықтан, оның негізгі қызметі қанды сүзу болып табылады. Ал әрбір бүйректе, ал бізде бір емес екі бүйрек бар, екі бүйрек бар. И екі бүйректің әрқайсында бізде 1 миллион и 1 миллион общий, 2 миллионнан артық нефрон болады екен. Давайте бір төмендегі гифкаға назар аударамыз. Ол қазір міне басынан басталады. Енді қарай, міне бүйректің какой-то бір кішкентай бөлігін алады, и все, как будто біз орманда, джунглиде жүрген сияқтымыз, и өте көптеген нефрондар бар. И әрбір нефрон өзі жеке-жеке бізді қанды сүзеді екен. Нефронның құрылысы жайындағы видео, значит, нефронның құрылысын дальше өтеміз. Нефрон бізде екі бөліктен тұрады. Бірінші бөлігі бізде нефрон капсуласы, немесе Боумен капсуласы деп атайды. Ол міне мынау. Егер мынау нефронның общий бір суреті болатын болса, который әрбір бүйректе 1 миллионнан. И общий бір суреті болатын болса, міне, осы суреті. Оның осындай кеңейген дәу бөлігі бізде нефрон капсуласы, немесе Боумен капсуласы деп аталады. Міне мынау біреу. А потом қалған бөліктің барлығы, міне мына жақта тұрған қалған бөліктің барлығы бізде ирек өзекшелер деп аталады. Ну, реально ирек, Анау реально капсула. Қазір айқасын жеке қарастырамыз. Мысалға, біріншісі бізде нефрон капсуласы. Немесе оның басқа да атаулары бар, оны бізде Боумен капсуласы деп атайды. Ол капсула міне мына жақта тұр. Көріп тұрсыңдар ма? Міне мына бір бөліктің барлығы, осы бөліктің барлығы капсула тәрізді. Яғни іші қуыс деген мағынаны білдіреді. Іші қуыс деген мағынаны білдіреді. Енді қараңдар, осындай бір қабатты эпителийден тұратын қуыстың ішінде, немесе кеңейген бөліктің ішінде, қабықшаның ішінде бізде көп капиллярлар шумағы болады екен. Яғни орысша бұны клубочек деп атайды. Как будто дәу жіпті, қызыл жіпті болса орап, капсуланың ішіне салып қойған тәрізді елестетсеңдер болады. И осындай капиллярлар бізде 50-ден аса екен. 50-ден аса. И мына бір жасушалардың арасында, мына жақта, жасушалардың арасында бізде диаметр 50 немесе 1000 нанометр болатын саңылаулар болады екен, тесіктер болады екен. Егер де біз мына гифкаға назар аударатын болсақ, когда қан осы нефрон ішіне келеді, зиянды заттарды осы тесіктер арқылы нефрон деп өзіне қарай тартып алады екен. Именно диффузия күшінің арқасында. Яғни бүйрекке көп қан келеді, и ол қан қалай келеді десеңдер, біз қазір оны ирек өзекшелердің форматында түсінетін боламыз. Міне мынау бізде нефронның құрылысы. Біз мына жақта нені көріп тұрмыз? Мынау бізде нефрон капсуласы. Нефрон
Так, капсуласы. Капсула. Капсула. Енді қараңдар, біз жаңа ғана сендермен осы нефронның капсуласын талқылаған болатынбыз. Енді қараңдар, нефронның капсуласы ішінде бізде өте көптеген 50-ден аса капиллялар болады екен. И олар бізде шумақты түседі. И капсулада бізде мынандай шұрық тесіктер болады, которые 50 нанометр, 1000 нанометр болатын. И олар зиянды заттарды өздеріне сорып алады. А дальше ирек өзекшелер шығып, иә? Мынау бізде ирек өзекшелер. И ең бірінші мына жақта шығып тұратын ирек өзекше бізде проксимальды ирек өзекше деп аталады. Мынау ирек өзекшелердің өзі 3 түрі болады. Біріншісі мынау бізде, вот, мынау бір деп қойға, проксимальды деп аталады. Проксимальды деп аталады. Одан кейін барып, мына жақтан бет-бет келеді, бетіп ұзын түскен мына бір бөлік бізде генли ілмегі деп аталады. Генли ілмегі. И потом дальше осы ирек өзекшелерге кетеді, и ең соңғы мына бір ілмек, мынау 2 деп қояйық, я? Мына үшінші мына жақта тұрған міне мына бір бөлік бізде аталады дистальды ирек өзекше. Дистальды. От слова дистанция. Ол мына бір капсуланың жанында алысырақ тұр, на дистанции тұр. Сонда получается ирек өзекшелері бізде бірінші проксимальды ирек өзекше, генли ілмегі, одан кейін барып дистальды ирек өзекше болады екен. Одан кейін барып дальше мына жақта кететін трубочка, ол бізде просто жинағыш түтікше деп аталады. Жинағыш түтікше. Түтікше деп аталады екен. Біз жаңа ғана ирек өзекшелердің құрылысымен таныстық. Яғни бізде міне капсула бар, капсуладан кейін бізде ирек өзекшелер кетеді. Ол бізде проксимальды ирек өзекше, генли ілмегі и дистальды ирек өзекше. Ал енді мен бағана айтқан болатынмын. Нефрон қанды сүзеді деп. Қан ол жаққа қалай келіп жатыр? Давайте осыны қарастырайық. Естественно, қан тамырлары арқылы, боже мой. Енді қараңдар. Бізде мысалға үлкен артерия қан тамыры бар. Давайте суреттің бас жағындағы бүйрекке тоқталайық. Міне, үлкен артерия қан тамырлары мына бір бүйрекке кіреді. Міне, бүйрекке кіреді. Мынау бүйрек қақпасы деп аталады. И бүйрек қақпасына мына жақта қараңдар, артерия қан тамыры кіріп, вена қан тамыры шығып жатыр да, вот. И осы бүйрек қақпасы деп атайды. И дәл осындай миниатюрный зат бізде и нефрондарда болады екен. И ол артериялардың аттары бар. Мысалға, мынаны бізде алып келуші артериола деп атайды. Міне көріп тұрсыңдар ғой, мына аяқта мен стрелканы шарп көрсеткен. Мынау бізде алып келуші балапандар. Егер мен жазуым түсініксіз болып жатса, мен диктовать етіп жатырмын. Диктовать еткеннен жазыңдар. Алып келуші артериола. Артериола. Неліктен артерия емес, неліктен артериола? Өйткені бұл нефрон. Нефрон өте кішкентай. Батыстың тілімен айтқанда құттай. И оған кіретін тамырда кішкентай болады. Сондықтан да артерия, артериола тіш капиллярға арналады. Айналып кетеді. Сондықтан мына бір бомбен капсуласының ішінде бізде капиллярлар шумағы бар. Потом олар келеді, қанды береді, потом қанды дальше мынау алып шығушы артерия болады. Мынау уже артериола. Алып кетуші немесе алып шығушы мағынасы бірдей. Алып шығушы немесе алып кететін артериола болады. Мынау, именно мынау. Суретін салатын болсаңдар, обязательно жазыңдар. Биологияда сурет салу өте маңызды. Хорошо. Одан кейін барып қан тамырлары бойынша. Енді қараңдар, мынау вена екен түсінікті, вена. Вена бізде қанды алып кетеді, сондықтан да бұл да алып кетуші, алып шығушы вена болады. Мына жақта тұрған, енді капиллярлар шумағынан ішіне етап түсінікті, мына жақта тұрған зат бізде перитубулярлы капиллярлар болады. Перитубулярлы капиллярлар. Тоже жаз қояқ, перитубулярлы капиллярлар болады. Яғни қараңдар, оқушылар, біз қазір просто нефронның құрылысын өтіп жатырмыз. Бірінші реттік зәр сүзілу, екінші реттік зәр сүзілу, немесе зәрдің түзілу деген затты мен бүгінгі сабақта өтпеймін. Кстати, егер сендерге сол тақырып қызық болса, комментарийға жаз кетсеңдер болады, мен оны келесі видеода түсіремін. Но бұл видеода біз чисто просто нефронның құрылысымен танысамыз. Енді қараңдар, бұл тамырларды біз бекер өтіп жатқан жоқпыз, өйткені болашақта, егер біз мысалы зәрдің пайда болуын оқитын болсақ, то бұл қан тамырлардың өздерінің мағынасы бар.
Артерия всегда жүректен шығып дене мүшелерге қанды алып келеді. Вот ол бүйрекке қанды алып келді, бүйрек қақпасы арқылы үлкен артерия кірді, дәл солар тармақтарып артериолаларға айналып кетті. Потом әрбір нефронға алып келуші бізде не бар, я? Артериола бар. Алып келуші артериола бар. Потом ол Боумен капсуласының ішіне кіреді, ол потом қанды ұрады. Даже қан бізде сүзіліп, жаңағы 50-100 нанометрлік тесіктер арқылы шығып кетеді. Потом осы бір жақта перитубулярлы капиллярларға шумақталады екен. Сонымен балапандар, бүгінгі сабақты қорытындылайтын болсақ, біз сендермен жаңа ғана нефронның құрылысымен таныстық. Әрбір бүйректе бізде 1 миллионнан аса нефрон болады екен, ничего себе миллионеріміз, я? 2 бүйрегіміз қосақ 2 миллион нефрон бар. И нефронның құрылысы бізде 2 түрлі заттан тұрады. Ол бізде мына жақта тұрған Боумен капсуласы, немесе просто нефронның капсуласы. Ол қуыс, и ол қуыстың ішіне 50-ден аса капиллялар болады. И ирек өзекшелер. Ирек өзекшелер бізде проксимальды ирек өзекше, дистальды ирек өзекше, генді ілмегі и жинаушы түтік болады. Қан тамырлары бойынша алып келуші, алып шығушы артериола, алып кетуші венула, және бізде перитубулярлы капиллярлар екен. Сонымен балапандар, егер бүгінгі сабақ сендерге түсінікті және қызықты болса, өтінемін комментарий арқылы, лайк арқылы, репост арқылы білдірсеңдер болады. Бұл мен үшін мотивация, көптеген сабақтарды түсіндіріп, балаларға тегін білім беру үшін. Ал егер сендер инстаграмда отырып, просто сторис қарау арқылы, рилс қарау арқылы биологиядан білімдерді артығыларың келсе, то менің инста парақшама жазылыңдар. Егер де сендер келесі сабақта зәрдің түзілу процесін өткілерің келсе, то комментарийға тоже жаз кетіңдер. Всем пока!